Қара бура әңгіме 5 бөлім. Авторы Асқар Алтай. Түйешінің осы бір сөзін күтіп тұрғандай, ал қане жігіттер деп Есқазы да даусын көтеріп қалды. Бәрі де ақылдасып алса керек. Өңшең 18 бен 20-ның ішіне енді іліккен жас жігіттер, өлген Сарышудың басында қамсыз тұрған Ескендірді ат үстінен секіре кеп ала түсті. Әне-міне дегенше қол-аяғын қыл арқанмен шанып тастады. Түйеші қапы қалғанына іштей налып еріксіз тісін қайрады. Оны екі жігіт ат беліне салып салқын қос ішіне әкеп тастағанда да үн шығармаған, іштен тынған. Байлаулы түйеші қосқа кірер-кірместен мылтық даусы суық ауаны жара шаңқ ете қалып, іле-шала дүркін-дүркін дүрс-дүрс атылды. Ай жануарлар-ай, сорлады-ау деген іштей. Ескендірдің жалғыздығын пайдаланды ғой. Кеше қасындағы көмекшісін үйіне жіберіп қойып еді. Ол да болса қосындағы қарайған көңілге медеу болар ма? Құлағына әлсін-әлсін ащы қышқырған, жаны қиналған, бақырған, әлсіз боздай үзілген үндер келіп жатты. Жазықсыз жануарды тым құрыса адалынан бауыздап та алмады-ау. Кәпір болып кетіпті ғой оңбағандар, деп кіжінді жалғыз жатып. Иркутскте лагерде жүргенде шошқаларды осылай атып, бітеудей түгін үйтіп, сосын ғана қарнын жарып алушы еді. Бұлар қайтер екен, ақтарып тастар. Итжеккен лагерде арсылдаған иттің бе, қорсылдаған доңыздың ба, ішек қарнын жесең де құрсағың қуанып қалады. Ондайды көрмеген бұларға не жорық? Ит басына іркіт төгілген баяғының заманыдай қан жынға қарамаста. 400-ден астам оның үстіндегі келені айналасы 3 күннің ішінде бармақтай қорғасынмен жығып, қос-қос атандар жегілген итшаналармен Қасқарбайға тасыды. Жазықсыз жануарлардың айрандай ақтарылған ішек қарны мен қан жыны қар бетінде үйме-үйме болып бусана бұрқырап қалған. 3 күн бойы Ескендір тентек қос ішінде байлаулы жатты. Жылы қостың ішінде қанына қарая нәрде сызбады. Қос ауызы дүрмекке қосылды. Тар қос ішінде қара қазан көтеріліп, армансыз етке бұқтырылып отқа қақталды. Көмекшісі ауыл жақтан келсе де Ескендірдің күйін көріп үндей алмады. Жастау жігіт еді. Түйелердің терісі де релмей, сұр беттері, қолдары қолдай, сандары сандай бөлшектеліп, қаңқалары мен бастары түбітті терілерімен пұшпақ-пұшпақ болып аттанды. Бұл қырғыннан Ақбастың келесі ғана аман қалған. Ол туралы Ескендір де көмекшісі де жақ ашпады. Түйе атушылар да білген жоқ. Ескендір құлазыған көңіліне, ширығып ауырған жанына Ақбас бураның ғана қаңғырып кеткені дауа болғандай, әйтеуір бір алыс үміт отын жаққан. Сол кеткеннен Ақбас мол кетті. 50 шақты келесімен ессіз бура жабайланып, қыста ертістің нар қамысын қыстап, жаз бетінде бүйректің бауырын жайлаған. 4-5 жылдың ішінде 100-ге жуықтаған. Ит құс атаулыға азулы Ақбас пен жас буыршындар келені көп алдыра да қоймаған. Мұны ел де білгенді, көрсе де көрмегенсіді. Өз дегенімен жүрген ойсылқара тұқымы енді иесіз түлікке айналған. Ал түйеге ғасырлар бойы тиесілі болып келген Ақжалдың құйқалы өңірі кепкен тулақтай жемтір-жемтір жыртылып, егілген жүгерісі тырбиып өспей қалды. 1-2 жылдан кейін құрғақ аңызды алабота басып, қаңбақ қаңғырған құмдауытқа айналды. Содан бері Ақжал аңырап бос жатыр. Bir күні Ескендірдің үйіне жаңадан бекітілген совхоз директоры машинамен жетіп келді. Жап-жас жігіт екен. Отағасы деп жылы-жылы сөйлесіп, хал жағдайымен танысып, Ақбастың келесін ауызға алды. Түйеші көмейіңді сезіп тұрмын дегендей сыр берген жоқ. Директор амалсыздан әңгіменің турасына көшті. Отағасы, мен сіздің сыр бағып тұрғаныңызды сеземін. Ойсылқара атаулыны жоғалтқындарың жетпей ме? Жабайы түйекүйік болып кеткен түйеде нелерің бар дейсіз ғой. Рас, осыдан біраз жыл бұрын сондай бір нұсқау болып, жер-жерде пайдасыз түлік ретінде жаппай жойылып кеткені шындық. Сізге рахмет.
Түйе атаулыдан тұқым қалғанына да шүкір. Шүкір деп қалыпсыңдар ғой. Ақбасты маған не қыл дейсіңдер? Бар да атып алыңдар. Ескендір иегімен Ақжал жақты нұсқады. Мылтық керек болса менен алыңдар, деді кекесінмен. Директор жөткірініп қойды. Мына қырсық адамды қалай көндірудің ретін таппай. Өкпеңіз орынды, оған мен де кінәлімін. Мен де қарсы болғам, бірақ қарсы тұруға тауаным жетпеген. Сізге көмек көрсетеді ғой деп өзім келіп тұрмын, деді тура қарап. Сонда қандай көмек? Қымыран алып шұбат ашыту қажет деп сөзінен айнып қала ма деген кісіше асыға сөйледі. Жалпы Ойсылқара тұқымын көбейтуіміз керек. Малшылардың ең жайлауда жайылымы тозғанда олай-бұлай жұрт жаңарту үшін күш көлікке қолайлы. Барлық жерге машина, трактор жете алмайды. Алтай қиын екенін менен гөрі сіз жақсы білесіз деп көпшіп қойды. Ескендір сонда да үндемеді. Көңілі біз секілділерден мүлде қалған екен деп қойды іштей директор. Ақбас маңына адам түгілі мал атаулыны жолататын емес отағасы. 2-3 жігіт жіберіп ем, өздері әрең қашып құтылыпты. Буыршындары да зорайып өсіп, олар да қоса шабатын көрінеді. Өңшең бір дүлей. Бураның сырын сіз ғана біледі деп отыр жігіттер. Ақбас тыңдаса да таныса да сізге көнеді дейді. Өздері аз ғана жылдың ішінде 100-ден асса керек. Болсын ниетің түзу екен деп барамын. Егер уәдеңнен күндердің күнінде тайып жүрсең, жақсылық күтпе. Ескендір бажырая қарады. Бұл мал кәмпеске мен аштық жылдарынан бері қалған соңғы тұяқ. Уәде болсын отағасы, уәде, деп директор қолын ұсынды да асығыс машинасына бұрылды. Кешегі белгілі түйеші Ескендір Ақбасқа мұқият дайындалды. Шуылдақтың сайындағы шәңгіштен арнайы солқылдақ қос сойыл әкеліп, қабығын сыпырып, жел қақтырып көлеңкеге қойды. Бөкенбайдың бауырында отырған танысының қолындағы кәрі түйесін алып, аудың жібінен жұмсақ жіңішке арқан есті. Қамшысын ырғаймен қайта саптап, басына сірленген бір құлаш қайыз тағып, қойдың құйрық майымен жұмсартқан. 2 күннен кейін түйеші қасына жас жылқышы Құмашты ертіп, Қалғұтыдан Ақжалдың даласына таң бозынан аттанды. Ескендірдің астында кәрі түйе, Құмаш астында кертөбел ат. Ерте көкектің басы болса да, алтын күректен соң Алтай өңірінің жас сұлудай өңі кіріп, ойдағы жазықта қыстан шыққан қара жер бұйырғын басымен жусан желкегімен жүзін жасырып үлгерген. Таң бозынан бозторғай үні үзілмей, күннің көз ұялтар шапағын алыстағы мұнар басқан аспан түстес таулардың иығынан қылт еткенін жалықпай күтуде. Қылт еткен шақта көкмұнар таулар қар жамылып шыға келеді. Ол жарықтық бірақ асығар емес. Бозторғайлар дауысына шөп басын шалып, шыққа шыланып, шырылдайтын шегірткелер үні ғана жетпей тұр. Көкек келсе де заржақ бейшаралар тіршілік тауқыметіне араласа алмаған. Басқа да жәндік атаулы жандана қоймаған кез. Олар тал түсте Ақжалдың арғы бетіндегі құмайтты қызыл кершке жеткен. 100-ден астам Ойсылқара керштің жарбақтары мен жарлауыттарындағы былтырғы жантақ түбірлерін теріп жеп, шашып жіберген құмалақтай быт-шыт болып жүр екен. Бәрі де қыстан күйлі күйтті шыққаны көрініп тұр. Биік үстінен көз жіберіп тұрған бұларға қарсы әне-міне дегенше Ақбас бура қия беткейден табандарын тайраңдай басып, басын бұлғаңдата ұмтылды. Осыны күткендей күнгейден жап-жас қос буыршын ілескен. Құмаш пен Ескендір де солқылдақ шәңгіш сойылдарын ыңғайлай қозғалды. Түйеші жабайланып кеткен Ақбасқа тісін үнсіз қайрап қойды. Ақпанда ғана шабынатын жануар 4-5 жыл өз бетімен түйе-күйік тұқымдасы тәріздес өсіп өнгелі, қарайған мал жанға алыстан айбат шегіп, ала жазбен Алтай қыста адам атаулыға кісі киік көргендей көз алартып, арқасы қозып шыға келетін болған. Бүгін де бұтына шаптыра боздап келе жатқаны сол. Буыршындары да Ақбасқа еріп ақкөзденіп алғалы қашан. Қазір де қарайған екеуге қос қара буыршын бүлкектей жақындап келеді. Буыршындар бүйірден, Ақбас болса қақ маңдайдан қойған. Келісіммен қозғалған түйеші мен жас жылқышы сескене қойған жоқ. Қайта күтіп алуға даяр. Керіш іші жып-жылы, тыныш. Інгендер мен бота тайлақтар бұларға мойындарын да бұрмастан маңған. Кейбіреуісі күйіс қайыра шөгіп жатыр.
қозғалмас қойтастар тектес. Ақбас аузын қайрап көбігін шашпаса да басын бөріктей бұлғап анда-санда бақ ете қалып, салмағын төрт аяғына теңдей сала теңселе басып самарқау тайраңдайды. Тұрған бойы бір сот бұрқан сордың сойы. Қызыл керіш іші тына қалған, көкектің күні жұртта қалған қоламта табындай қызулы. Керіш құмы бірақ салқын. Ақбас күтпеген мінез көрсетті. Ескендірге жақындай бере жалт бұрылып, қос буыршынға қиғаштай салған ат үстіндегі құмашқа оқыс ұмтылды. Иреңдеген басын жерге сала құмайдай құнтиған. Кәрі түйемен көлденеңдей бұрылам дегеніне Ақбас алып адымдарымен екі-ақ аттап қоян алатын тазыдай құмаштың ту сыртынан түйілді. Қос буыршынға сойылын сілтер боп көтерілген құмаш Ақбастың айласын аңғармай қалған. 5-ші бөлімнің соңы жалғасы бар. Әңгіме авторы Асқар Алтай. Құрметті достар, әңгіме ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.